Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет қиярдан жасалатын лечо салатын жасайтын боламыз. Жасалу жолда ерекше әрі дәмді болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең бірінші қызанақтарды 3-4 бөлікке бөліп, ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы етіп жасап қоямыз. Артық жерлерін бәрін алып тастайсыздар. Және де бізге осындай сарымсақ, ащы бұрыш қажет болады. Ащы бұрыш енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша оны қоспауға да болады. Қызанақтардың барлығын осы ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қасына ащы бұрышты да өткізіп жіберуге болады. Мен бірақ ащы бұрышты қолмен ұсақтап турай салдым. Бұл ащы бұрыш 2 дана, 3 дана қосуға да болады. Мен 5-6 дана қостым, кішкене ащылау болсын деп, бұны қоспауға да болады. Сарымсақты ұсақтап жапырақ тәріздес етіп, жұқа етіп турап шығамыз. Бұны да ет тартқыштан өткізуге болады. Мен бұны қолмен турап шықтым. Барлығын турап дайындап аламыз. Ет тартқыштан өткен қызанақтың үстінен сарымсақ пен ащы бұрышты салып араластырамыз және де қақпағын жауып қайнатуға қалдырамыз. Құрметті көрермен, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда көптеген банкілердің, ыстық тағамдардың, салаттардың рецепттерін таба аласыздар. Енді қақпағын жауып қайнатуға қалдырамыз. Біз оған дейін қиярларды турап дайындап қоямыз. 2 басын алып, дәл видеодағыдай жіп-жіңішке етіп турап шығасыздар. Кәдімгі пышақпен де турауға болады. Мен осы ирелек пышақпен турап шықтым. Әдемі көріну үшін міне 2 килограмм қиярда дәл осылай барлығын әдемі етіп, дәл осы формадан турап аласыздар. Енді қалауларыңыз бойынша петрушка қосуға да болады. Мен тек қана бір бау осындай укроп қостым. Оны да укропты да ұсақтап турап аламыз. Өзіңізге ұнаған кез келген қосымша петрушка, кинза, кез келген нәрсені салуға болады. Мен тек қана укроп қостым. Енді қайнап шықты. Қайнап шыққаннан кейін дәміне қарай тұз, қант саламыз. Мен 2 ас қасық тұз және де 2 ас қасық қант салған болатынмын. Сосын дәмін кішкене ащы болмағандықтан тағы 1 ас қасық қосып едім. Жалпы 3 ас қасық қостым. Сіздер де дәмін көріп, қантын азын өздеріңіздер шамалап саласыздар. Осылай қайнап шыққаннан кейін 15 минут кішкене астын басып қоясыздар. 15 минут қайнау керек. 15 минут өткеннен кейін жаңағы турап алған қиярларымызды саламыз. Қиярларды салып болғаннан кейін жақсылап бір араластырып қақпаған жауыңыздар. Қияр қайнап шығу керек, тағы да қатты қайнап шығу керек. Өйткені қиярды салғаннан кейін қайнауы басылып қалады. Сол себепті қақпаған жауып қайнатып қоямыз. Қайнап шыққаннан кейін тағы да астын кішкене басып қоясыздар. Жалпы қиярды салғаннан кейін шамамен 25-30 минут қайнау керек. Жалпы уақытын сіздерге түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Осындай орташа отта қайнап тұруы керек. Осылай қайнап шыққаннан кейін жаңағы турап алған укропты саламыз және де сұйық май құямын. Мен 150 грамм сұйық май құйдым. 150 грамм, яғни 1 стақан кішкене толмай құясыздар. Укропты және де сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып, ары қарай қайнатамыз. Құрметті қыз келіншектер, осылай ютубқа түрлі рецепттерді салу арқылы өзім ай сайын осы қаралым үшін айлық алып отырамын. Сіздер де осылай ютубқа түрлі бағытта видео салу арқылы табысқа шыққыларыңыз келсе, менің инста парақшама жазсаңыздар болады. Ары қарай салатымызды жасайық. Міне 3 ас қасық уксус салдым. Және де дәмін қарап жіберіңіздер. Жақсылап араластырамыз. Енді осы баяу отта жалпы жарты сағат қайнауы керек. Қиярды салғаннан бастап жарты сағат қайнауы керек. Енді банкілерді, қақпақтардың барлығын осылай стерильдеп аламыз. Қайнаған суға салып, қайнатамыз қақпақтардың барлығы. Банкіміз атылмас үшін осылай стерильдеп алған өте дұрыс болады. Не біздің салатымыз дайын, қияры езілмей, дәл осындай түске енген кезде осылай банкіге құйып жаба бересіздер. Асты қайнатып тұрып, осылай банкіге құямыз ыстық күйінде, және де банкіні осылай қақпағын жауып, қыстың күні рахаттанып жесеңіздер болады.
Төменге описанияға толық құрамын жаздым достар. Және де каналымда көптеген осындай түрлі қыстық салаттар, ыстық тағамдардың рецептісін көру үшін менің каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Кез келген сұрақтарыңызды комментарий бөліміне жазсаңыздар, сіздерге жауап жазатын боламын. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған ләззат.